аймақта бірінші рет бастауыш сынып мұғалімдерінің съезі болып отыр. Бүгін үлкен мінбеден бастауыш сыныптардың жалпы білімнің негіз болып қалынатын бастауыштың ең үлкен түйткіл қазіргі кезде қоғамда қатты үлкен дүрбелең тудырып отырғанына, кең жайылып баратқан сауатсыздық немесе ата-аналар тарапынан білімге деген теріс көзқарастың қалыптасуының бәріне бір белгілі бір жауап беретіндей үлкен басқосу болып жатыр. Педагогика ұлт болып қалудың негізі атты баяндамамен келдім. Бұл баяндамамен жалпы бұл жұмысты 2016-2017 оқу жылдарынан бастап келемін. Жалпы ұлттық педагогика қызығушылығым студент кезімнен басталды деп айтсам болады. Ұлттық педагогика ол баланың генетикалық тұрғыдан баланың бойына егілген. Тек қана біз соны ұтымды қолдана алсақ деп ойлаймын. Жалпы тек қана тіл, әдебиет сабақтарында ғана емес, математика сабақтарында, жаратылыстану, дүниетану сабақтарында кеңейтсек деген ойдамын. Қазіргі таңда бізде ұлттық педагогикаға байланысты бір бөлім арналады. Мен мүлде жоқ деп айтпаймын, бар. Десек те осыған байланысты мен сауалнама алып көрдім. Сауалнаманың нәтижесінде оқушылардың көбісі шетелдік мультфильмдерге қызығады және шетелдік кейіпкерлерді өте жақсы таниды. Мысалы, жаңағы Человек-паукты, Шрек мультфильмдағы 90% астап оқушылар танып отыр. Ал енді өзіміздің төл мультфильмдерімізді, ертегілерімізді таңдауда оқушылардың пайызы төмендігін көрсетті. Онымен қоса 96% оқушыларымыз ұлттық педагогиканы, яғни қазақ киімін тек қана наурызда киеміз деген түсінікті көрсетті. Бұл біз үшін ойланатын жағдай деп санадым, және де өзімнің мұғалім ретіндегі бір үлесім деп осы авторлық бағдарламамды жасаған болатынмын. Әзірге 1-ші сынып деңгейінде зерттеу жасап жатырмын. Енді болашақта 4-ші сыныпқа дейін осы бағдарламаны енгізсем деген ойым бар. Все знают, что сейчас все школы работают по обновленному содержанию образования, но мир не стоит на месте, и поэтому сейчас вводится новая программа углубленного изучения предметов, потому что немаловажно в наш цифровой мир работа с читательской грамотностью, то есть привлечение любви к книге, развитие научно-исследовательских навыков, то есть ребенок сам добывает знания и уже делает выбор с самого начального звена, потому что именно в начальном звене закладывается основа дальнейшего его обучения. И насколько мы, учителя начальных классов, вложим в него или вырастим зерна любви к учебе, к дальнейшей жизни, настолько ребенок и пойдет дальше. Первый республиканский съезд учителей начальных классов. Ну, вообще, я, конечно же, в восторге от самого мероприятия, от организации мероприятия, потому что проведено, я считаю, на должном высоком уровне. Поднимаются проблемы именно начального образования на этом съезде, которые необходимы в дальнейшей нашей работе как учителей именно начальных классов, потому что начальная школа – это фундамент, основа всего образования. Бастауыш сынып мұғалімдерінің съезіне өңірімізден 14 мұғалім делегацияға келіп отырмыз. Бүгінгі съезде көтеріліп отырған оқу бағдарламасы, оқулықтағы, оқу бағалауындағы және де мұғалімдерді қайта даярлауда болып жатқан үлкен кедергілер мен проблемалардың жолын тауып, анықтап, оны шешудегі көтеріліп жатқан мәселелердің барлығы бізді ұстаздар қауымын өте қуантып отыр. Біз алдыда бұл съезден кейін білім беруде үлкен өзгерістер болатынына өте сенімдіміз. Бастауыш сыныптар үшін қажетті мәселелер талқыланып жатыр. Соның ішінде мен өзімнің қатысқаным және сөз сөйлегенім 4-ші секцияда ол мұғалімге үздіксіз білім алып отыруға қажетті біліктілік курстарын арттыру жөнінде көптеген әріптестеріміздің ұсынысын тыңдадық, өрлеу өкілдерін тыңдадық. Екі жақтан жоғарғы оқу орындары мен мектеп мұғалімдерінің практиктер мен теория ғалымдармен кеңесе отырып, қажетті деген мәселелерді ортаға сала білдік деп ойлаймыз. Бүгінгі съезд бастауыш сыныптар үшін керемет бастама, жақсы нәтиже береді деген ойдамыз. Съезд барысында оқу бастауыш білім берудің мазмұны, бастауышта оқу тәрбие үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктері,
педагог кадрларының әлеуетін арттыру, бала білімін бағалау, осындай өзекті мәселелер талқыладық. Айтылған пікірлер мен ұсыныстардың барлығын біз өз өңірімізге барғанда әріптестерімізбен бөлісіп, алдағы уақытта жаңағы бастауыш білім берудің мазмұны қандай болатынына біздер өз көзімізді жеткіземіз деген ойдамыз.